Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі біздің видео обзорымыз дидактикалық ойын құрастыруға болатын онлайн платформаға видео обзор болады. Бұл видео обзордың атауы Lumio. Ең алдымен әдеттегідей поисковикке осы Lumioның атауын жазып теріп тауып аласыздар. Немесе осы видео обзордың астыңғы описаниясында мен сіздерге тікелей кіретін ссылкасын жаза өтемін. Сол ссылка арқылы кіріп жұмыс жасауларыңызға болады. Енді осы дидактикалық ойын құрастыратын платформаны ашқаннан кейін вход учителя мен платформаға кіреміз. Кіргеннен кейін біздерде осындай терезе ашылады. Добавить действие деген жасыл батырманы басамыз. Сол кезде бізге тағы да қосымша битше ашылатын болады. Оның ішінде игровая деятельность деген батырманы басып, осы жерде ойын құрастыратын бірнеше варианттары берілген. 12 түрлі ойын құрастыруға болады бұл жерде. Қазір біз сіздермен осы видео обзорда осы дидактикалық ойын құрастыратын шаблондармен жұмыс жасайтын боламыз. Бірінші шаблонды алып қарайтын болсақ, тарихи диктант деген сияқты әдіске өте қолайлы. Яғни шаблон ашылғаннан кейін мына жерге біздер текст енгізуіміз керек. Бұл шаблонның бір кемшілігі, бұл жерге тек қана 300 ғана символ енгізуге болады. Өзімізге қажетті мәтінді енгізіп алғаннан кейін ең алдымен біздер клавиатурадан енгізу тілін ағылшын тіліне аударып аламыз. Ноутбугымыздың клавиатурасынан shift батырмасын баса отырып, ирек жақшаны енгіземіз. Яғни ирек жақша сіздің ноутбугыңыздың батырмаларының бірінде орналасқан. Мұқият іздеп тауып алып, ирек жақшаны енгіземіз. Екі жақша, 1, 2. Яғни сіздің жасыратын сөзіңіздің алдына және артына 2 ирек жақшаны енгізгенде, shift батырмасын басып отырып, 2 ирек жақшаны енгізгеннен кейін біздің жаңағы жасыратын сөзіміз көк түске боялады. Осылайша өзіміздің барлық мәтіннің ішінде жасыратын сөздерімізді ирек жақшаны салу арқылы жасыратын сөзімізді анықтап аламыз. Яғни перевести на русский язык деп батырмасын басатын болсаңыз, жанында проверить ответы деген шығады. При появлении запроса немедленно не проверять. Бірінші көрініп тұрған жауапты тексеретін батырманы қалдыратын болсаңыз, жасырын сөзді ұяшыққа апарып қондырған кезде ол қате болатын болса, сол жерде бірден көрсетеді. Ал егер немедленно деген батырманы басатын болсаңыз, қате сөзді ұяшыққа апаратын болса, ол ұяшықтың үстіне орналастырмай кері астына шауып кететін болады. Ендеше мен осыны таңдаймын. Әрі қарай келесі батырмасын басып, жаңағы біздің мәтініміздің, яғни тарихи диктантымыздың шаблонын таңдаймын. Осындай біздің шаблонымыз, тапсырмамыз дайын болды. Оны біз қазір тексеріп көруімізге болады. Дидактикалық ойынымыз осындай макетте дайын болды. Енді біз жаңағы жіберілген сөздерді орнына қойып көрейік. Егерде қате сөзді ұяшыққа апаратын болсақ, ол сөз ұяшыққа тұрмай кері орнына шауып кететін болады төменге қарай. Дидактикалық ойынымызды құрастырып болғаннан кейін жоғарғы жағына оған тақырыбын жазып қоюымызға болады. Бірінші шаблонмен жұмысты аяқтағаннан кейін жоғарғы жақта завершить редактирование деген батырманы басасыз. Сол кезде сіздің жаңағы құрастырған ойыныңыз сіздің бетшеңізде тұрады. Дидактикалық ойын құрастыратын келесі шаблонға өтейік. Бұны спиннер деп атауға болады, немесе
айналмалы барабан деп ат қоюыңызға болады, өзіңіздің қалауыңыз бойынша ат қоюыңызға болады. Бұл шаблонның екі түрі бар, яғни большой выбор деген ол бірнеше жауапты қажет ететін түрі, немесе правда или ложь дейді, яғни жалған немесе ақиқат деген екінші түрі. Біз бірінші большой выбор дегенді алып көрейік. Бұл жердегі ашылған терезеде, яғни сіздер өзіңіздің сұрағыңызды енгізесіздер. Қазір мен енгізейін. Мен сұрағымды енгіздім. Енді осы жерде белгілі өзіңіздің сұрағыңызға байланысты фотосуретті орналастыруыңызға болады. Яғни сол батырманы бассаңыз, сізге сервистің өзі өзіңізге қажетті фотоны іздеп тауып алатын терезені ашып береді. Мысалға мен өзімізге сұрағымызға байланысты тақырыпты енгіземін. Кез келген суретті алып орналастыруға болады. Енді астында бұл қарапайым кәдімгі тест сияқты құрастырамыз. Жауаптарын енгіземіз. Бұл айналмалы барабан болғандықтан бізде бұнда бірнеше тапсырма болуы тиіс. Сондықтан бірінші біз тапсырмамызды аяқтадық. Келесі екінші тапсырмамызды жасау үшін добавить вопрос дегенді басамыз. Келесі тапсырманы жасақтаймыз. Міне келесі екінші тапсырмамызды жасақтап алдық. Тағы да бірнеше тапсырманы жасақтау үшін, яғни бірнеше тапсырманы жасақтау үшін добавить опрос деген батырманы баса отырып, сіз 5-6 немесе одан да көп тапсырманы жасақтай аласыз. Осылайша бірнеше тапсырмаларымызды әзірлегеннен кейін, ең төменгіде next деген батырманы басып, одан кейін finish. Енді біздің жаңағы дидактикалық ойынымыз, айналмалы барабан ойынымыз дайын деуге болады. Оны қазір біз пробный версиясын қарап көрейік. Біздің әзірлеген ойынымыз осындай шаблонда болады. Яғни айналмалы барабанның үстіне басқанда құрастырған біздің тапсырмамыз осылай шығады. Оған оқушы жауап береді. Астындағы жалғастыру батырмасын басу арқылы келесі топ немесе келесі оқушы жауап береді. Көрейік. Яғни біздің ойынымыз, айналмалы барабан ойынымыз ток-шоу ретінде көрсетіліп тұрады. Сонымен қатар осы ойынның астында қосымша тағы да басқа шаблонды пайдалана отырып ойын құрастыруымызға болады. Ол үшін сол жақ панельдің төменгі жағында орналасқан плюс батырмасын басып, банағы бастапқы бетшеге өтеміз. Осы жерде ойынды құрастыратын шаблондарды ашып аламыз да, одан кейін мысалға сәйкестендіру тапсырмасын құрастыруымызға болады. Бұл сәйкестендіру тапсырмасының шаблонында екі категорияға бөлінген. Сіз қалауыңыз бойынша өзіңіздің тақырыбыңызға байланысты, өзіңіздің қалауыңыз бойынша категорияға бөліп тастауларыңызға болады сәйкестендіруге. Мысалға мен қазір мына жерге өзендер деп жазайын. Өзендер категориясы және сол өзендердің қай материкте орналасқанын бала сәйкестендіру керек. Сәйкестендіру тапсырмасын құрып алғаннан кейін оң жақ панельде жауаптарын тексеретіннің екі функциясы берілген. Қате және дұрыс жауаптарын сол бойда көрсететін функциясы бар, және при появлении запроса, яғни ойынды аяқтағаннан кейін. Біздер немедленно функциясын таңдаймыз, себебі бізге сол бойда жауабын көрсеткен тиімдірек. Сонымен қатар әрбір категорияның астына тек қана фотосуреттерді қою арқылы да сәйкестендіру тапсырмасын
жасақтауыңызға болады. Енді мен тапсырмамды жасақтап аяқтадым. Астындағы келесі батырмасын басып, өзіме ұнайтын сәйкестендіру тестінің фонын таңдаймын. Енді қазір предварительный просмотрды басып, біздің тапсырмамыз қалай құрастырылғанын көруімізге болады. Lumio платформасындағы дидактикалық ойындарды құрастыратын шаблондарды өзіңіздің қалауыңыз бойынша және де өздеріңіздің өткізетін іс-шараларыңыз бен тақырыптарыңызға байланысты құрастыра аласыздар. Видео обзорды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.